Қазақстан тарихи тұрғыдан мал шаруашылығымен айналысқан ел болған. Мал шаруашылығы қазақтардың тіршілігінің қайнар көзі, олардың тіршілік етуінің негізгі жағы болды. Бүгінгі күнге дейін мал шаруашылығы агроөнеркәсіптік кешенінің маңызды саласы және бас қазақстандық Жақсымбетов шаруа қожалығының міндеті болып табылады. Кәсіпорын Герефорд тұқымды сиырын өсірумен айналысады, ал оған жоспарларын жүзеге асыруға көмектескен аграрлық несие корпорациясы. 2019 жылы сыбаға және агробизнес несиелік бағдарламалар бойынша ферма жобасын қаржыландырды. Осының арқасында ферма импортталған асыл тұқымды ірі қара малын, ауыл шаруашылық техникасы мен жабдықтарын сатып алды. Біз ауыл шаруашылық жұмыстарымен 2014 жылдан бастап айналысып жатырмыз. 2014 жылы осы жерге келіп осы базаны сатып алдық. Сол өзіміз шешіп осы Жақсымбетов шаруа қожалығын ашып, етті бағыттағы асыл тұқымды мал өсіруменен асыл тұқымды малдарды сатумен айналысамыз деп шешкеннен кейін осы агрокредитный корпорацияға өтініш беріп, сол 2014 жылдың аяғында мал сатып алуды бастадық. Малдың бірінші бөлігін 250 бас малды Ресей Федерациясы Челябинск облысынан сатып алдық. 250 бас Герефорд асыл тұқымды қашарларын. 250 басты 2015 жылы Ақмола облысының Казбиев шаруашылығынан сатып алдық. Шаруа қожалығында 1000 бас ірі қара мал бар. Асыл тұқымда мал ретінде төлдер Батыс Қазақстан облысында ғана емес, оған Атырау, Ақтөбе облыстары мен Орал қаласында сұраныс жоғары. Герефорд бұл енді өте ертеден келе жатырған, осы бұрынғы Кеңес одағының аймағында осы бағылып келе жатқан мал. Ол 50-50 жылдары осы Канададан әкелінген арғы тұқымдары. Және де қазақтың осы жерде өсірілетін қазақтың ақбас тұқымы сол Герефорд тұқымынан жергілікті малменен шағылыстырудан шыққан. Сондықтан да осы Герефорд тұқымын біздер осы жерге жақсы өсетін, осы жердің ауа райына жақсы келетін мал ретінде таңдадық. Компания малға жемді өзі дайындайды. Сатып алынған белорусиялық және американдық тракторлар мен John Deere комбайндары бұған үлкен көмек болды. Шаруалардың өздері жем-шөп базасын құра отырып, жер жыртып егін егеді. Жұмыс келісіп, жобалар бірінен соң бірі жүзеге асырылуда. Етті бағыттағы малдан басқа да енді сүтті бағыттағы мал өсіру проектісін жасап жатырмыз. Қазір уақытта Ринга Milk шаруа қожалығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігін ашып, 640 бас аналық малға тауарлы сүт фермасын ашу жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Өткен жылы осы агрокредитный корпорацияға өтініш бергенбіз. Биылғы сентябрь айында осы қолдау тауып біздің проектімізді қолдады. Қазіргі уақытта сол келісімшарттар жасау жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Осы жақын арада, осы жылдың аяғында сол тауарлы сүт шаруашылығының жұмысын басталып кетеді деп ойлаймыз.